Бәріне сәлем достар, сендермен Казмастер. Бүгінгі видеода мен телефонға және онлайн сабаққа қажетті топ 5 лайфхак айтатын боламын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, деген лайктарыңды басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Егер де достар дәл осындай абойларды өз телефондарына орнатқыларың келсе, ондай болса Play Market'ке кіріп, Pixel 4D деп жазып, бірінші приложениені скачать етіп аламыз. Сосын өзімізге ұнаған абойды орнатамыз. Достар, егер де сендерге бір мәтінді немесе қандай да бір ақпаратты дәптерге жазып жіберу керек болып тұрса, бірақ сендер ерініп тұрсыңдар, келесі лайфхак сендерге. Ең алдымен өзіміздің текстімізді копировать етіп аламыз. Сосын Chromeға кіріп q.by деп жазамыз. Соған кіріп жәнегі текстімізді қоямыз. Ол адам жазған сияқты жазып береді. Және де оны скриншот жасап аламыз. Енді достар, бізге PicsArt деген приложение керек. Ол Play Market'те бар. Дәптердің таза бетін камераға түсіріп аламыз. Сосын PicsArt деген приложение кіреміз. Жәнегі дәптердің бетін қоямыз. Соған добавить фото деп бағанағы скриншотта қоямыз. Содан кейін смешать деген кнопканы басып усилениеға қоямыз. Содан кейін формасын өздеріне ыңғайлы қылдырып қойып алыңдар. Достар, егер де сендер қандай да бір есепті шығара алмай тұрсаңдар, онда Play Market'те кіріп Photomatch деген приложение скачать етеміз. Ол приложение көптеген есепті оп-оңай шығарып бере алады, және де шығару сатыларын да көрсетіп бере алады. Достар, егер де сендер қандай да бір сабақтың жаттығуын немесе есебін шығара алмай тұрсаңдар, Play Market'ке кіреміз, знания деп жазамыз, және де Brainly деген приложение шығады. Соны скачать етіп аламыз. Ол приложение арқылы ТМД елдерінің түкпір-түкпірінде отырған оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, жауаптарын таба алады. Ең бастысы, сұрағын кітапта қалай тұр, тура солай қойсам болды. Әрине, бұны барлығы біледі, дегенмен де айта кетейін. Егер де сендерге ағылшын пәнінен қандай да бір мәтінді аударыңдар десе, онда Play Market'тен Google переводчикті скачать етіп аламыз. Приложениеға кірген соң камера дегенді басып, кітаптың бетін камераға түсіріп аламыз. Содан кейін керек жерін қолмен белгілейміз. Болды, приложение өзі-ақ аударып береді. Достар, қазіргі таңда елімізде онлайн сабақ оқитын сыныптардың барлығы сабақтарын онлайн мектеп арқылы қарайды. Мен сендерге читерский сайт тауып қойдым. Ол үшін Googleға nursabaq.com деп ағылшынша жазып іздейсіңдер. Ол сайтта 1-ден 11-ші сыныпқа дейін онлайн мектептің почти барлық жауаптары бар. Бұл сайт туралы ешкімге айтпаңдар, бірақ бұл видеоны міндетті түрде класстастарына, достарына таратыңдар. Достар, бүгін мен сендерге топ 5 лайфхак туралы айтқан болатын. Егер де сендерге хотя бы бір лайфхак ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Мен Казмастер, келесі кездескенше сау болыңдар.